Сәлем достар, сіздермен Айнагүл. Бүгінгі дайындайтын тағамымыз лаваштан дайындалатын тіске басар, яғни закуска. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге алдымен кляр дайындап аламыз. Оған қажетті ингредиенттер: сүт, жұмыртқа, ұн, салмасына корей сәбізі, ірімшік, ұсақ қиярлар және лаваш қажет болады. Алдымен жұмыртқаға сүтті қосып, үстіне тұз салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ұнды саламыз да бір келкі болғанша араластырып аламыз. Қиярымыз дайын болды. Енді салмасын дайындаймыз. Қиярды ұсақтап турап, сәбіздің үстіне саламыз. Оның үстіне ірімшікті салып, жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің салмамыз да дайын болды. Енді жаңағы лавашты алдын ала кесіп дайындап аламыз. Сол лавашқа жаңағы салмамызды салып, бұрыштап, конверт қылып орап аламыз. Дайын болған лавашымызды клярға батырып, қызып тұрған майда қызарғанша екі жағын қуырып аламыз. Мінекей біздің тіске басарымыз дайын. Ас болсын.